Қайырлы күн қыздар, біз бүгін ПП фунчоза салатын дайындаймыз. Құрамы өте қарапайым әрі дәмді шығады. Басқа салаттарға қарағанда калориясы аз болып келеді. Ең бірінші жасамас бұрын менің инста парақшама тіркеліп алыңыз. Ол жерде өте көп ПП рецепттер мен керемет нәтижелер бар. Бізге ең бірінші керегі құс еті. Менде бедро, сіз филе немесе кәдімгі құс етін қолдансаңыз болады. Дәл осылай ұзынша етіп турап дайындап қоямыз. Және де сәбізді дәл осылай дөңгелектеп турап, ұзынша етіп жіңішке қылып тураймыз. Және де бізге керегі тәтті бұрыш. Мен екі түрін қолдандым, біреуі қызыл және де жасыл. Кез келген түрін қолдануға болады. Мен түсі әдемі болу үшін екі түрлі түсте қолдандым. Және дәл осылай ұзынша етіп жіңішке қылып алдын ала турап дайындап қоясыз. Және де алдын ала табаны қыздырып, зәйтүн майын қойып, үстіне тураған салмаларымызды салып бастаймыз. Ең бірінші құс етін жақсылап қызартамыз және де тұз қосамыз, дәмі шығу үшін. Және де дәміне қарай тағы да дәмдеуіштер қосуға болады. Мен тек қана базилик қана қостым. Дәмі өте керемет шықты. Және үстіне ұсақталып тураған сәбізді және де тәтті бұрыштарды барлығын бірге салып жібереміз. Барлығын жақсылап араластырып, үстіне азғантай су құямыз. Және де астын жай отқа қойып, 10-15 минут суы сарқылғанша қақпағын жауып қоямыз, кішкене жұмсарғанша. Соның арасында қиярымызды ұзынша етіп, дәл осылай турап дайындап қоямыз. Және де ең бастысы бізге фунчозаның жартысын алып, дәл осылай үстіне қайнаған ыс суымызды құйып, 3-4 минутқа жібігенше қойып қоясыз. Қақпағын кез келген затпен жауып, бекітіп қойыңыз. Жартылай піскен көкөністердің үстіне қияр және соусымызды құямыз. Бұл жерде қыздар суы барлығы бірдей тартылып кетпеу керек. Азғантай су болсын, дымқыл болып тұру керек. Сол кезде салат құрғақ болмай, өте дәмді болып шығады. Және де барлығын жақсылап араластырамыз. Және де әсемдік үшін кунжут сепеміз. Бұл салаттың дәмі өте ерекше шығады. Құрамы да үй жағдайында қолжетімді әрі тез жасалады. Басқа салаттарға қарағанда майонез қосылмағандықтан және де көп майға қуырылмағандықтан калориясы аздау болып келеді. Сондықтан да отбасыңызға, достарыңызға міндетті түрде жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, лайк және комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ас болсын!